Қайырлы күн. Бүгін сіздерге YouGov.kz порталы арқылы, яғни өзіңіздің жергілікті мекен-жайыңыз бойынша поликлиникаға қалай тіркелу керектігін көрсетемін. Ол үшін бізге ECP ключ керек болады. YouGov порталға выбрать сертификат деп аутха файлын таңдаймыз. Міне бірінші басты бетте здравоохранение дегенге кіреміз. Астында показать все деген тұр, төменгі жақта. Бұл жерде көптеген көмек түрлері бар. Өзіңізге қажеттісін таңдап аласыз. Маған қазір керегі прикрепление медицинский деп тұр ғой. Соны басамыз. Заказать услугу онлайн. Осы жерде на себе и на ребенка деп тұр. Өзімізге және баламызға заявка жіберу тұрады. Мен қазір балаға жіберемін. Введите имя ребенка. Баланың иін жазамыз. Не? Және астында регион бар. Регионға менде город Шымкент. Соны таңдаймын. Және район бар. Районда мен Аль-Фарабийский район таңдап жатырмын. Сохранитті басып. Астында медицинский организация деген тұр. Яғни ол поликлиниканың атын, өзіңізге тұрып жатқан поликлиниканың атын қарай причинасын жазамыз. Ал астында медицинский работники дегенге өзіміздің врачымызды жазамыз. Барлығын толтырып болған соң отправить вопросты жібереміз. Загрузка болып жатыр. Міне екінші шартта уже біз заявка жіберілгенбіз, сол тұр. Обновить статус дейміз. Міне осымен болды. Заявка жіберіліп қойды емханаға.